Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен, білмеймін енді Ташкент шәй деп айтыла ма, или фруктовый шәй дейін ба, или үйде бар заттардан жасалатын шәй деп айтайын ба. Енді атауын өздеріңіз қоярсыздар. Және де оған керекті заттар мята, апельсин, менде үйде бары осы болды. Және де тыш шәйі, жапырақ шәй. Осыларды қосып, үстіне кипяток құйдым әдемілеп. Және де 5-10 минутқа қақпағын жауып қойып қойдым. Өте керемет бір дәмді шәй болып шықты. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Негізі Ташкент шайына тағы және лимон и науат қосылады ғой. Енді менікі білмеймін, енді үйде бар заттардан жасалған шай дейсіздер мүмкін.